Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге Қызық ТV арнасы. Ақырет күні, яғни әрбір адамның Аллах алдында есеп беретін күні, олар өз отбасымен, жақындарымен жолға ма деген сұрақты қозғаймыз. Мұхаммед пайғамбар, оған Алланың сәлем мен саламаты болсын, былай деген: қиямет күні Аллах жаратқан әрбір пенде ажалды қарсы алған уақыттағы жағдайында қайта тірілетінін жеткізген. Өздеріңіз білетіндей, барлығымыз осы әлемде уақытша боламыз. Ерте ме кеш пе, бәріміз де бұл өмірден өтеміз. Мұны тіпті атеистер де жоққа шығармайды. Олар да жоғарғы күштің бар екенін мойындайды. Бұл орайда мынадай сұрақ туындайды: барша адам тіріліп жиналған кезде олар өздерінің отбасыларын, жақындарын таба ала ма? Әр адам ажал құшқан сәттегі жағдайында қайта тіріледі. Сондықтан да барлығы көзі тірісінде жасаған жақсы да, жаман да істерін арқалаған күйі қиямет күнінде болады. Елестетіп көріңіздерші, қиямет күніне дейін қанша миллиардтаған адамдар өліп тіріліп, барлығы да Аллахтың алдында тұрады. Аллах тағала оларды өз отбасыларымен, туыстарымен, жақындарымен қауыштырады. Бұл сөзге дәлел болатын мына аяттар: ал енді қатты дауыс келген сәтте, сол күні кісі туысынан қашады, шешесінен, әкесінен, әйелінен және балаларынан. Ол күні әркімнің ісі ауыр, әркім өз халімен әлек. Ол күні кейбір жүздер жарқырайды, күлген қуанышта. Ол күні кейбір жүздің үстін шаң басқан болады, оны қара түнек қаптаған болады. Міне солар, қарсы келген бұзақылар. Абәса сүресі. Өздеріңіз түсінгендей, әрбір адам өз жақындарымен, достарымен, таныстарымен, туыстарымен қауышады. Бірақ күнәһарлардың өзгелердің бетіне қарайтын беті болмай, олар қашып кетеді. Олардың жақсылығы мен жамандығы таразыға түскеннен кейін, бірінің көзі жадыраса, енді бірінің жүзі қараяды. Күнәһарлар сол уақытта отбасын, әке-шешесін, балаларын, туыстарын тастап қашады. Неліктен қашады? Себебі Аллах барлық адамды беттестіреді. Ал күнәсі барлар, яғни айыптылар, сол есеп беруден алдын артына қарамай қашады. Түсініктірек болу үшін былай айтайық. Мысалы, бауырлар арасында өкпе наз болуы мүмкін. Бірі: сен маған мүмкіндігің бола тұра материалдық тұрғыда көмектеспедің, немесе әйелі күйеуіне: сен мені бала-шағаңа қарамай тастап кеттің дейді. Ең сорақысы, әке-шешесіне қарамай қартайған шағында жалғыз қалдырғандар да олардан қашып кетуге тырысады. Қиямет күні әрбір адам жасаған әрбір күнәсі үшін жауап береді. Тек адамдардың алдында ғана емес, жануарларға да жасаған қастық үшін де есеп береді. Ал сіз бірінші болып бауырын тастап қашатын кім екенін білесіз бе? Ол Хаби, ол Адам алейхиссалам пайғамбардың ұлы. Әкесін бірінші болып тастап кететін Ибрагим алейхиссалам пайғамбар. Әйелдерін бірінші болып тастап кететіндер Нұх және Лот алейхиссалам пайғамбарлар. Ұлын бірінші болып тастап кететін Нұх алейхиссалам пайғамбар. Ал енді тастап кетеді деген сөздің мағынасына тереңірек тоқталсақ, мұның басты мағынасы көзі тірісінде жасаған әрекет үшін есеп беруден қысылады. Кейбірі бетіне қарай алмай қашып кетеді. Құранда Духан сүресінің 41 аятында былай делінеді: ол күні достың досқа еш пайдасы болмайды, әрі оларға жәрдем етілмейді. Сондай-ақ мынадай аяттарда кездеседі. Мәриш сүресінде былай деп айтылады: олар бір-біріне көрсетіледі. Қылмысты сол күні ұлдарының ол күннің азабынан қорқып төлеге бергісі келеді. Әйелінде, туысында, сондай-ақ өзін мәпелеген елінде. Тіпті бір тұтас жер жүзіндегі адамдарды беріп, сонан соң өзін құтқарысы келеді. Әсте олай болмайды. Шын мәнінде ол тозақ, жалындаған от. Теріні сояды. Ол теріс айналып, бет бұрғанды шақырады. Дәулет жинап сақтаған сараңды шақырады. Шын мәнінде адам баласы сабырсыз жаратылған. Басына бір бейнет жесе тым төзімсіз. Қашан қолына дәулет түсе өте сараң. Ал мұндай нәрседен бізде не құтқара алады? Бұл жайында пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам былай деген: қиямет күні адамның, яғни адам пайғамбардың баласы 5 нәрсеге жауап бермейінше өз орнынан қозғалмайды. Өмірі жайында, өмірін қалай сүргенін сұрайды. Жастық шағы жайында сұрайды. Жастық шағын қалай қолдана білді. Мүлкі жайында сұрайды. Оны қалай тапты, қалай қолданды, немесе қалай жұмсады. Сондай-ақ білген нәрселерін, яғни
тәжірибелерін, білімін не істеді? Қиямет күні адам баласы әрбір күн үшін есеп береді. Есеп бергенде тек қара басына ғана жауап бермейді. Отбасы үшін және өзі жауапты болған адамдар үшін де жауап береді. Діни кітаптарда адам баласы ең алдымен намаз үшін жауап беретіні айтылады. Дәрет алуы, таза жүруі, ережелерді сақтау жіті тергеледі. Құрметті достар, сіздермен пайдалы ақпараттармен бөлісім деп үміттенемін. Мені қолдап, лайктеріңізді басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ әлеуметтік желілерде де осы видеоны таратуларыңызды сұраймын. Аман, сау болыңыздар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.